Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан, және де мен 11 сынып оқушысы боламын. Болашақта ұбт тапсырайын деп жатырмын, және сіздерге өзімнің ұбт-ны қалай тапсыруға болатын бірнеше күшті кеңестерімді айтқым келеді. Негізінде мен әлі 120 балл алдым, сол себептен мен кеңестерімді тыңдаңыздар, міндетті түрде сізде 120 балл аласыздар деп айта алмаймын, себебі мен енді болашақта тапсырайын деп жатырмын. Бірақ сонда да мен білетін өзімнің қолданатын кеңестеріммен сіздермен бірге бөліскім келеді, және де бірге ұбт-ға дайындалайық. Айтқанда сосын Құдай қаласа көре жатармыз. На самом деле всегда жаман нәрсеге былай қарағанда ниеттену керек, жақсы нәрсені күту керек, бірақ сонда да жаман жағында ойлау керек. Сол себептен де үйтіп күрсініп, қатты қиындатпаңыз дегім келмейді, себебі именно сондай адамдар мен жинай алмаймын, балл жинай алмаймын дегендер соңында жинап шығады. Ал мен жинаймын, барлығына мен жинаймын деп айтып соңында жинай алмай қалатындар да бар. Сол себептен бұл өте сондай бір қиын сұрақ. Мен 100 балл жинаймын, барлықтарына мен жинаймын, мен түсем деп өйтіп көп ниеттен қоймаңыздар, кейін сіздерге қиын болады деген сияқты. Сол себептен басынан наоборот, сіз когда сіз мен жинай алмай қалсам ше десеңіздер, сіз наоборот көбірек дайындаласын боласыз. Наоборот, күнде сөйтіп өзіңіздің мотивацияңызды көтеріп тұрасыз деуге болады. Сол себептен де солай жаман нәрсеге де ниеттену керек. Яғни екі вариантты да қарастыру керек. Тек қана мен жинаймын, осыған түсуім керек болды, басқа жол жоқ деген сияқты емес. Екі вариантты қарастыру керек. Жинай алсаңыз өйстіп осындай күшті университетке түсесіз, жинай алмасаңыз не істейсіз? Осы сұрақтың да жауабын алдын ала ойластырып қойыңыз. Мынандай грантпен түсетін шығарым или қайттан тапсыратын шығарым деген сияқты өздеріңіз білесіздер. Келесі кеңесім, егер сіз нақты тапсырғыңыз келсе, сіз үшін басқа жол болмаса, міндетті түрде университетке грантқа түсу керек болса, онда яғни сіздің бұл жердегі нақты мақсатыңыз нақты грантқа түсу. Сол себептен именно қандай мамандық екені сіз үшін наверняка қатты маңызды емес. Сол себептен де сіз үшін оңай пәндерді таңдауға кеңес беремін. Яғни сізге қатты қиындық туғызбайтын, мысалға медицинаға барасыз, бірақ сіз грантқа түскіңіз келеді, бұл өте қиын. Немесе сіз физиканы таңдайсыз. Физикада егер білмейтін адамға тоже қиын, ал егер бұрыннан біліп есептер шығара алатын болсаңыздар, әрине алып кете аласыздар. Сол себептен өзіңізге алып кете аламын деген пәндерді таңдаңыз. Егер сіз нақты грантқа түсіп, нақты любой керек мамандыққа, әйтеуір сұраныста болатын мамандыққа түскіңіз келсе, онда өзіңізге оңай болатын пәндерді таңдап, ертең бұны таңдамауым керек еді деген болмау керек та. Все, мен ұбт-дан көп балл жинауым керек дегенді сіз приоритетке алыңыз. Яғни сізде тек бір ғана мақсат бар, қалған мақсаттар екінші, үшінші орында тұр, ал осы ұбт-дан көп балл жинау, грантқа түсу, ол бірінші орында тұру керек. Сонда ғана сіз барынша соған фокусыңызды қойып, көбінше таңдау жасаған кезде сіз лучше мен қазір ұбт-ға дайындаламын, немесе қазір мен үй жинайын. Осы кем біреуін таңдайсыз. Сіз ұбт-ны таңдайсыз, себебі сіз ол үшін ұбт сіз үшін приоритетте тұр деген сияқты. Осыдан шығатын келесі кеңес, ол жоспарлап отыру. Ол да маңызды, әрине маңызды, міндетті түрде керек. Себебі сіз просто дайындалу керек, күні-түні дайындалу керек деген нәрсе жоқ. Бұл жерде сіз уақытыңызды дұрыс распределять етіп білсеңіз, осы уақытты мен ұбт-ға дайындаламын, күніне осыншама уақыт, осынша пәндерді мен жаттаймын, бүйтем-сөйтемін, осынша нәрсені білемін, нәрселерді білмеймін деген сияқты біліп, анализдеп, жоспарлап отырсаңыз, осын барлығын қағазға жазып отырсаңыз, ол өзіңіз үшін пайдалы, өзіңіздің уақытыңызды дұрыс қолданып үйреніңіздер. Себебі біз иногда ұбт-ға басында біз всегда енді дайындалып бастаған кезде біз бірінші ай мүмкін прям күшті дайындалып бастаймыз, кейін біздің шабытымыз кетіп қалады. Сондай болмас үшін, выгорание болмас үшін алдынан жаймен бастау керек, оның барлығын қағазға жазып отыру керек. Төртінші кеңестен шығатын бесінші кеңес, ол күніне 2 пәннен дайындалып отыру. Яғни сіз бір айда тек қана бір пән бойынша дайындалмайсыз, яғни от и до бір айда бір пәнді жаттау ол мүмкін емес. Ол өзіңіз кейін бәрібір ұмытып қаласыз. Мысалға, сіз бүгін сіз математика мен географиядан дайындалатын боласыз, ертең басқа пән дайындалыңыз. Яғни сондай бір чередовать етіп отыру керек. Ертең сіз үлкен күрделі математикамен
тарихтан дайындаласыз. Келесі күні сіз тарих пен география сөйтіп орындарын алмастырып, былай айтқанда сол жоспарлау арқылы жаңағыдай сіз аптасына 3 рет мен географиядан, аптасына мына күндері мен тарихтан дайындалам деп жазып қойсаңыздар тіптім керемет. ұбт-ға бөлек дәптер арнаңыздар. Әр пәннен география болсын, тарих, физика, ағылшын, тарих, әр пәннен бөлек дәптер арнаңыздар. Күнде дайындалатын кезде міндетті түрде конспект жазып отыру керек. Оны мен айтпасам да сіздер істеулеріңіз керек. Бірақ та сонда да айта салайын, себебі конспектсіз просто дайындық, ол дайындық болмайды. Сол себептен керек ақпараттың барлығын жазып отырыңыздар, нақты факттарды жазып отырыңыздар, ал сондай бір себептерді миыңызға сақтауға тырысыңыздар. Жаттайтын нәрсе көп болғандықтан сіз өзіңізге тіпті символдар құрастырып алсаңыздар болады. Яғни бір сөзді 1 сағат жазып отырмай, бір өлді дегенді мысалға сіз X пен символ ретінде қойып қойсаңыздар болады. Немесе деп аталады дегенді D.A деп. Тағы да прям өте работающий способ ол сіз керек, өте керек деген нәрселерді сіз қағазға кесте, схема ретінде жазып, немесе сурет салып, карта сызып, соларды сіз өстіп шкафтарыңызға, холодильникке, жалпы сіздің көзіңіз көп қарайтын жерге жабыстырып қою. Даже үйдің бүкіл шкафтары солай жабыстырылып тұрса да, бәрібір 1 жыл бойы сөйтіп тұрса, ол ештеңе етпейді, уже жарты жыл қалды, если что. Ол сіз үшін өте маңызды. Сол себептен үйдің барлық жерін жабыстыру керек болса, барлық жерді жабыстырып шығыңыз. Формулалар болсын, прям көзіңіздің алдында тұрған нәрселер всегда көзге оңай жатталады. Ендігі тағы да орындалу керек кеңес, ол кітаптар сатып алу. Мен әлі өзім кітаптар сатып алған жоқпын, бірақ та міндетті түрде сатып алу керек деп ойлаймын. Онсыз просто никак. Өзіңіз соны қайталап отырсаңыздар, оқып жата отырсаңыздар өздеріңізге ыңғайлы. Жаңағы конспект деген неге оралатын болсақ, конспект тоже өте маңызды. Жай ғана кітап сатып алып соны оқу ол жеткіліксіз. Конспектте жазып отыру керек, себебі қолмен жазылған нәрселерге көбірек внимание аударылады. Мида рас деген ми бөлшегі, былай айтқанда, именно жазып жатқан нәрсеге фокус жасайды. Яғни бұл керек зат, яғни бұны еске сақтау керек деп, рас деген мидағы зат, былай айтқанда, ол соны еске сақтайтын болады. Сол себептен жазу керек. Қолмен жазсаңыз, сіз өзіңіз есіңізге сақталуы да тез болады. Тағы да аудио жазбалар жазып, және оны тыңдап жүру. Өзіңіз бос емес уақыттары, мүмкін 1-2 күн сөйтіп дайындықтарды пропускать етіп жүрген кездері, өзіңізге тыңдап отыратындай өзіңізге аудио жазба жазыңыз. Яғни сіз сатып алған кітабыңыздан керек нәрселерді оқып отырасыз да, диктофонға жазып отырасыз, и кейін бос уақытыңызда ұйықтап жатқанда, бір жерге бара жатқан кезде сіз просто соны тыңдайсыз. Өте работающий способ деп ойлаймын. Сол себептен де қолданыңыздар. Келесі маңызды нәрсе ол мектеп. Негізінде мектеп именно күніміздің жартысын алады, и сөйтіп ұбт-ға дайындалуға көп уақыт болмай қалады. Ал мектепте минимум күніне 1-2 сабақ бәрібір бос отырасыздар. Керек емес нәрселер, өзіңіз тану, немесе жай отырасыздар. Сол кездері міндетті түрде ұбт сұрақтарын, тесттерін жаттаңыздар. Тағы да 11-ші айтатын кеңесім, ол апта сайын өзіңізге пробный тест жаңағы тапсырып отыру. Міндетті түрде ондай приложениялар бар, iTest деген, JOO.kz аптасына 1 рет тест жасап отырады. Әйтеуір тесттен көбірек өтіңіздер, сіз сол арқылы нақты мынандай нәрселерден көбірек сұрақ келеді деп өзіңіз біліп отыратын боласыздар. Сөйтіп апта сайын тест жасап отырсаңыздар, сөйтіп анализ дейсіздер, осы аптамен қанша балл жинадым, осы аптада қандай сұрақтар келді, ол сұрақтарды сіз жаттап, жаңағы түсініп, және сол тесттерді тапсыру үшін жай ғана біреуден көшіріп, немесе математикада фотомаз қолданудың қажеті, білмеймін, керек емес деп ойлаймын, себебі сіз тестті өзіңіз тапсырасыздар. Үйде тапсыратын тестте сіз үйтіп балл жинау үшін емес, өзіңіздің біліміңізді тексеру үшін тапсыратын болғандықтан, нақты өзіңіздің біліміңізбен тапсырыңыздар дегім келеді. Және сол тесттерді жаттаңыздар, осы сұрақтар келді деген сияқты, оны жазып отыруға кеңес беремін. Тағы да бір работающий кеңес, өзімнің басынан өткеріп көргенмін, яғни ол подругаңызбен бірге дайындалыңыз. Үйде отырып, немесе дала жылы болса далада, мысалы күздің басында біз сөйтіп далада отырып дайындалдық, бірге тарихтың сұрақтарын жаттадық, немесе кафеде отырып, бір-бірлеріңіздің үйіңізде отырып дайындалуға кеңес беремін. Ең күштісі ол далада отырып дайындалған күшті, бірақ қыста.
егер сіздегі климат өте суық болса Астанадағыдай, онда әрине ыңғайсыз. Үйде отырсаң ұйқың келіп кетеді, дайындалу осындай бір әңгіме, тема, кафеге күнде бара алмайсың. Егер екеулеріңіз бір пәнді таңдайтын болсаңыздар, тіптен керемет, бірақ та күнде подругамен дайындалып керек емес, аптасына 1-2 рет шығуға болады. Тағы да көп адамның пропускать ететін нәрсесі, ол адамдар өз-өзін, осы ұбт-ға дайындалып жатқандар өз-өзін марапаттамайды. Почему-то. Сіз егер де сіз былай мақсат қойып жатсаңыз, осы мен ұбт-ға түссем, мен бүйтем. Мысалға, мен осы жерге демалуға барып келем деп, немесе маған папа-мама бір нәрсе алып береді деген сияқты бір не болып жатса, ол керемет. Бірақ та сіз өзіңізді оған дейін де марапаттап отыруыңыз керек. Әр дайындық сайын, енді каждый бір дайындық сайын емес, мысалға апта сайын, аптаның соңында сіз бүкіл дедлайндар жасап тастасаңыздар, яғни осы аптада мен 3 география, 3 тарих, 3 математиканы оқуым керек еді, оқыдым, бітірдім, значит мен молодецпін, мен марапатқа лайықпын деп аптаның соңында өзіңізді марапаттаңыз. Мүмкін бір жерге досыңызбен барып келесіз, мүмкін өзіңізге суши заказать етесіз, мүмкін бір күшті қылдырып фильм қарайсыз, күні бойы демаласыз. Сіздерге айтатын соңғы кеңесім, ол курстар. Қазір өте көп курстардың саны, офлайн курстарға өте көп ақша кетеді. Кейін соңында, именно ұбт-дан кейін сол курстағы кеткен ақшалар соны ақтай алатындай болса, ол жақсы, бірақ не всегда так получается. Поэтому мектеп бар кезде курсқа барған, ол тоже не совсем выгодный вариант. Сол себептен көбінесе барлық ұбт-ға дайындықты мектепте жасауға тырысыңыздар, яғни керек информацияны мектепте алуға тырысыңыздар. Себебі ол жерде сізге тегін барлығын үйретеді, көрсетеді. Курстарға келетін болсақ, негізі қосымша сабақ артық болмайды. Бірақ та офлайн курс лично мен үшін ол тиімсіз. Сол себептен сіздерге кеңес беретінім ол онлайн курс. Қазір онлайн курстарда өте көп. Сол себептен де өзіңізге ыңғайлы тиімді курсты таңдаңыздар. Ақшасы да тиімді болатындай. Үйде отырасыздар, жолға уақыт кетпейді, ақшасы да оның арзанырақ, және ол жерде де керек білімдерді айтады. Сонымен достар, бүгінгі видео соңына жетті. Егер видеодағы кеңестер сіздер үшін пайдалы болса, мен сіздер үшін қуаныштымын. Алдағы уақытта мен осындай сабаққа, ұбт-ға қатысты бір видеоларды жасауға тырысамын. Болашақта қаңтар ұбт болады. Сол туралы мүмкін видео түсіріп жатамын, әйтеуір. Сіздер соны қаласаңыздар, сол себептен де арнама тіркеліп кетіңіздер, және келесі видеоларды күтіңіздер. Пока-пока.